Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар, қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Күннің нұрын алақанға саламын, жүрегіме басып ұстай қаламын. Жарық, жылы, нәзік әрі мейірімді болып кетер сонда дереу жан-жағым. Жарық, жылы, нәзік әрі мейірімді жүрегімізбен сабағымызды бастайық. Ең алдымен өлеңдерді оқып көріңдер. Өлеңнің тақырыбы дұрыс қойылған ба? Анықтайық. Ұмытшақ па әлде еріншек пе? Атасының шалғысын қайрасады, әжесіне құлынын байласады, бөлесінің алмасын теріседі, нағашының арбасын майласады. Келесі өлеңді оқып көрейік. Кішіпейіл бала, үйдегі қоқыс шелегі төгілмей 3 күн тұр күтіп, ұмытып ұмсын келеді, ертең деп күнде сырғытып. Балалар, өлеңдердің тақырыптары дұрыс қойылған ба? Мағынасы мен тақырыптары сәйкес келіп тұр ма? Жоқ, сәйкес келмейді. Екі өлеңнің тақырыбы ауысып кеткен сияқты, ауыстырып көрейік. Міне, енді дұрыс болды. Бірінші өлеңде кішіпейіл бала туралы айтылған, яғни ол үлкендерге әрдайым көмектесіп, өзінің еңбекқорлығын көрсетіп жүреді екен. Ал екінші өлеңде ұмытшақ ұмсын туралы айтылған, ол үйдегі қоқыс шелегін күнде ертең төгем деп ұмытып кетеді екен. Енді дұрыс болды. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымызда біз мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтауды, мәтінге дұрыс ат қоюды және мәтіннің тақырыбы мен мағынасын салыстыруды үйренеміз. Ширату, ақиқат немесе жалған ойыны. Берілген сөйлемдердің ақиқат немесе жалған екендігін анықта. Бірінші сөйлем. Мәтін мағына жағынан өзара байланысты екі немесе одан да көп сөйлемдерден құралады. Ақиқат па, әлде жалған ба? Ақиқат. Екінші сөйлем. Мәтіндегі сөздер бір-бірімен байланыспайды. Жалған. Мәтіндегі сөздер бір-бірімен байланысуы керек. Мәтін тақырыбы баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Ақиқат. Мәтіннің 4 түрі бар. Жалған. Мәтіннің қанша түрі бар еді? 3 түрі бар. Мәтіндегі негізгі ой, автор айтқысы келген басты пікір. Ақиқат. Жарайсыңдар, барлықтарың дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Бірінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, көшіріп жаз. Керекті сөздер: тақырып, негізгі ой, ат қою. Жазып болсаңдар, тексерейік. Мәтінге ат қою, оның тақырыбы мен ондағы негізгі ойды қысқаша атау. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Мәтіндегі негізгі ой, автор айтқысы келген басты пікір. Дұрыс жаздыңдар деген үміттемін. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып. Рақат апай менің желінбей қалған, әркім көшеге тастаған нандарды жинап, фермаға апаратынымды біледі екен. Атайға соны айтып еді, ол кісі: нан қадірін білген адам ғана нағыз адам. Жаның жомарт, алақаның ашық, пейілің кең болсын. Тілеген тілегіңе жет, балам, деп сол арада 2 алақанын жайып, бетін сипады. Ой, құлыным, мұнан артық не керек бізге? Ақ көңіл, адал жүрегімен батасын берген екен ғой, деп ажар жүрегі жарыла қуанып, немересін аймалап сүйе бастады. Шәйімкүл-ай, Шәйімкүл, мұнда кел, қуан, той жаса, құлынымыз мақтау қағазымен қоса Дәрмен атасынан бата алып келіпті. Ермек аң-таң, әже, бата деген не? Деді қысыла күмілжи сұрап. Ой жаным, ол атаңның ақ тілегі емес пе? Ол үлкен алғыс емес пе, құлыным ау?
Балалар, осы мәтін не туралы? Бата туралы. Мәтінге ат таңдайық. Бата. Сыныптың қабырға газетіне берілген мақалалардың атауын оқы. Кез келген біреуін таңдап, мақала құрастыр. Жазғы демалыс, таңғажайып саяхат, балық аулағанда, еңбегіне қарай, сараң, бозторғай. Түрлі түсті қарындаштар мен бояуларды пайдаланып, құраған мақалаңды қосып, қабырға газетін жасап көр. Келесі тапсырма: мәтінді оқы және мәтінге ат қой. Негізгі ойын анықта, негізгі ой айтылған бөлікті тауып жазып ал. Қожанасыр досының үйіне келсе, ол үйін тазалап жатыр екен. Қожанасыр одан: достым, не істеп жатырсың?" деп сұрайды. Қожа, мынау ескірген киім, қағаз, кітап бәрін өртейін деп жатыр едім", дейді досы. "Қой, достым, киім ескіргенімен, кітап ескірмейді. Кітаптың сырты ескіргенімен, ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді", депті сонда Қожанасыр. Балалар, мәтінге ат қойып көрейік. Қожанасырдың ақылы немесе кітап асыл қазына деп ат қоюға болады екен. Мәтіннің негізгі ойы мәтіннің соңғы жағында көрсетілген. Яғни, кітап әрқашанда ескірмес ақыл көзі екен. Қорытынды. Бүгінгі сабақта балалар, сендер мәтінге дұрыс ат таңдап қойдыңдар, мәтіннің негізгі ойын анықтадыңдар. Рефлексия. Сабақ соңындағы көңіл күйіңе сәйкес келетін смайликті таңда. Сары смайлик: "Мен сабақты толықтай түсіндім". Жасыл смайлик: "Мен түсінгендеймін, бірақ сұрақтарым бар". Күлгін смайлик: "Мен сабақты мүлдем түсінбедім". Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.